Түп сананы қолданып сәлеметсіздер ме? Привет. Приветствую всех. Қош келдіңіздер. Бүгінгі менің тікелей эфирім қазақша жүргізіледі. Тікелей эфирімнің тақырыбы түп сана. Түп сана дегеніміз не? Түп санамен жұмыс жасау арқылы өзіміздің арманымызға қалай оңай қол жеткізуге болады деген тақырыпқа тікелей эфирімді жүргізбек ниетім бар. Қайырлы кеш, құрметті оқырмандарым, тыңдармандарым. Жақсы, қуаныштымын. Мен де өте қуаныштымын, Альмира. Бастай берейік. Қосылғандар қосыла береді. Асем, қайырлы кеш, қош келдіңіздер. Бұл тікелей эфирді, Құдай қаласа, мен өзім YouTube каналыма да жүктеймін деп жатырмын. Сондықтан өтініш, эфир ұнаса, комментарийді қалдырып, лайк басып, ары қарай репост жасасаңыздар, нұрдан нұр болар деп сенемін. Қош келдіңіздер менің тікелей эфиріме. Мен бүгінгі тікелей эфирдің тақырыбы түп сана. Түп сана деген не? Онымен қалай жұмыс жасауға болады? Онымен жұмыс жасап, байланысты арттырып, қалай біз оңай арманымызға қол жеткізе аламыз? Осындай керемет тақырыпты қысқа да нұсқа түсінікті тілменен түсіндіріп беруге тырысамын. Енді қазір Альмира немесе Асем кім қазір тікелей эфирде? Түп сана деген не? Қалай ойлайсыздар? Негізі мен бүгінгі эфирді мынандай қызықты нәрселерден бастағым келіп тұр. Қош келдіңіздер менің тікелей эфиріме түп сана жайында. Ежелден бері мынандай ақпарат бар. Адамның болашағына, адамның өміріне, іс-әрекетіне, ойлау қабілетіне, қиялына көптеген нәрселер әсер етеді. Қоршаған орта, адамдар, Бағашар, қош келдіңіз менің тікелей эфиріме түп сана жайында. Ежелден бері осындай ақпарат бар. Адамның болашағына, іс-әрекетіне, ой-өрісіне, бәріне әсер етеді. Қоршаған орта, ғарыш, ғалам, вселенная, космос, жаңағы тылсым дүниелер, басқа бір энергиялар, қуаттар, барлық нәрсе әсер етеді. Сөйтіп, адамның өмірі кейде өзіне байланысты емес, здравствуйте, Бағашар, байланысты емес іс-әрекеттерден жаңағы өмірі өзгеріп, кез келген құбылыстарға кенеледі. Кейіннен бұл ақпараттар, ежелден келген ақпараттар, кәдімгі әйгілі психологтардың жаңағы тәжірибелерінде, эксперименттерінде, опыттарында жаңағы дәлелденіп жеткізілді бізге психологияда. Зигмунд Фрейд, Юнг, жаңағы осындай ғұлама психологтар дәлелдеген адамның жаңағы энергоинформационная сфера дейді. Бұл кейбір өте қиын нелерді мен жаңағы аударып, жоғарғы сала, высшая сфера дейді. Осы арқылы адамның өміріне жаңағы көп нәрсе әсер етеді. Оны түп сана деп атады. Демек, адам жаңағы ананың жатырында пайда болғаннан бастап, клеткалар бөліне бастағаннан бастап, адамда түп сана жұмыс істей бастайды. Түп сана қай жерде орналасқан? Түп сана біздің миымызда орналасқан. Қош келдіңіздер менің тікелей эфиріме түп санаға байланысты. Мен енді түсінікті тілменен айтуға тырысам. Біздің әр адамда ми бар. Мидың 93-97%-ын біздің түп сана алып отырады. Бізде санадан тұрады миымыз, түп санадан тұрады. Осы екі нәрсе, қош келдіңіздер, осы екі нәрсе жаңағы түп сана біз жаңа ананың жатырында пайда болғаннан бастап уже жұмыс істей бастайды. Түп сананы былай елестетіңіз. Жаңағы компьютерный программаның, жаңағы компьютердің ішіндегі банк памяти дейді. Жады банкісі дейді. Сол банк память біз жаңағы ананың жатырынан пайда болғаннан бастап негативті, позитивті, кез келген болып жатқан құбылыстарды жаңағы біздің түп санамыз қабылдап жазып отырады екен, кинолента сияқты.
Ал екінші компьютердің жаңағы операционный системасы сияқты ол біздің сана қалыптасады, сознание. Сондықтан психологияда мынандай деректері бар, мынандай ұғым бар. Біздің санамыз миымыздың 10% ғана жаңағы қамтиды. Оның ішіне біздің есте сақтау қабілетіміз, ойлау, логика, анализ, сосын жаңағы тәжірибеміз, опыт дейді да, алатын біліміміз, жаңағы түп санадағы пайда болған барлық негіздер, іс-әрекеттердің бәрін операционны анализировать етіп, жаңағы шығару, сыртқы әлемменен біздің санамыз 5 сезіміміз арқылы қоршаған ортаны біз 5 сезім арқылы қабылдаймыз, дұрыс па? Ол көру, есту, иіскеу, сөйлеу, жаңағы тактильді дейді, ұстайтын. Осы әрекеттер арқылы біз жаңағы түп санадағы ақпараттарды алмастырып, соны беріп жатамыз. Көрдіңіз ба? Ал түп сана бұл деген основной банк памяти дейді. Жаңағы жады банкісі дейді. Ол жаңағы 90%-ымызды, миымыздың 90%-ын құрайды екен. Ол жаңағы түп сана, демек, энергоақпараттық өріс дейді. Энергоинформационная сфера. Энергоақпараттық өріс болғандықтан оған жаңағы космос әсер етеді, адамдар әсер етеді, тылсым дүниелер әсер етеді осы түп сана арқылы. Ол бейсана түрде болады. Бейсана деген бессознательный процессы. Демек, сана оған қатыспайды. Сана түп санада не болып жатқанды да білмейді. Сондықтан түп сана бұл кәдімгі үлкен космос, энергоақпараттық өріс дейміз. Қондырғылар немесе қағидалар, установкалар дейді. Түп санада 2 банк жадысы болады. Ол деген 2 банка памяти. Бір банк жадысы біздің негативті минус деп аталады, программаларымыз. Екінші банк жадысы ол біздің плюсымыз. Оған не кіреді? Бірінші банкке жаңағы түп санамыз 2 банктен тұрады, я? Банк памяти дейді, банк жадысы. Мен енді кейбір қиын нелерді енді жаңағы сөздікке қарап аудардым. Сондықтан түсініксіз сөздерді орысша қайталап отырам, я? Жаңағы позитивті біздің плюсовой банкымыз ол неден тұрады? Ол біздің ресурсымыздан тұрады, күшімізден, энергиямыздан тұрады, қуаттан тұрады, түйсіктен тұрады. Түйсік деген не ол? Ол интуиция. Демек, бұл нәрсенің бәрі түп сана. Түп сана не ол? Түп сана біздің түйсігіміз, түп сана біздің ресурсымыз, түп сана біздің қуатымыз, энергиямыз, қондырғылар, қағидалар, установки, родовые, программы, жаңағы ата тегіміздің ақпараты, қасиеті, күш қуаты, родовая сила, которая передается, бізге түп сана арқылы беріледі. Біздің 4 негізбенен байланысымыз, наша связь с 4 стихиями, также происходит на уровне нашего подсознания. Сознание в этом не участвует, поэтому мы это можем только ощущать. Ғаламменен, ғарышпенен байланысымызды түп сана арқылы орнатамыз. Біздің миссиямыз, предназначение, қазақша аудармасы, баламасы жоқ. Сондықтан біздің предназначениемізді де біз түп сана арқылы ашып, оны әрі қарай дамытып, онымен жұмыс жасай аламыз. Екінші банкымыз түп санадағы, бұл жаңа минус белгісіменен екінші программа, ол кері әсеріміз. Кері әсерлер қалай қалыптасады адамда? Кәдімгі стереотиптер арқылы қалыптасады. Қорқыныш, үрей арқылы қалыптасады. Біздің санамыздағы шектеулер арқылы. Шектеулерді біз қалай аламыз? Кішкентай кезімізден аламыз, я? Бізге ықпал жасайтын нәрселерден аламыз. Эмоционалды блоктар, негативті тегеуіштер, немесе негативті блоктар, сценарийлер, стресстер, боль дейді да, жаңағы біздің жанымызды ауыртатын нәрселер. Бұлар біздің түп санамыздағы жаңа минус программасына, минус банкіне қалыптасады. Түп санада қалыптасқан ақпараттар, мысалы, кішкентай кезде сізді ит тістеп алды. Демек, сіз оны ұмытып кетуіңіз мүмкін. Санаңыз, жаңағы программаңыз, операционный программаңыз, оны ұмытып кетеді. Бірақ өскен кезде сізде әр уақытта иттен бір қорқыныш, үрей тұрады. Түп сананың мақсаты кез келген сізде болған тәжірибені, опытты түп санаға жазып, жаңа кинолента немесе кассетаға сияқты жазып алып қалады. Иттен сақтану.
осы қалыптасып қалады. Сонда кішкентай кезде сізді ит тістеп алады дағы, сіз өскен кезде ол тістегенде есіңізде қалмайды, бірақ иттен бір үрей қорқыныш тұрады сізде. Инстинкт самосохранения для того, чтобы быть в безопасности. Тікелей эфирдің тақырыбы түп сана, оны менен қалай жұмыс жасау, ол арқылы қалай оңай армандарға қол жеткізу. Бүгінгі тікелей эфир қазақша. Екінші нәрсе, сізді мысалға ұрды, доппенен ұрды кішкентай кезіңізде, ол ұмытып кетеді сана оны. Мен де қуаныштымын. Ал өскен кезде сіз доптан қорқатын боласыз. Келесі, егер сізді мысалға баланы ата-ана кішкентай кезінде ұрып, жаңағы жекіп, сөйтіп тәрбиелесе, ол адам қандай болып өседі? Ол адам жасқаншақ болып өседі. Заниженная самооценка дейді. Өзін-өзін бағалау төмен болады. Жасқаншақ. Жан-жағына қарап, алаңдап, анау не дейді, мынау не дейді, сондай болып өседі адам. Көрдіңіз ба? Сондықтан біздің түп санадағы ақпараттардың бәрі бұл, айтып жатырмын ғой, ананың жатырында біз пайда болғаннан бастап біздің барлық нәрселеріміз түп санада жазылып қалады. Енді әрі қарай түп сана бізді не үшін сақтайды оны? Ол ақпараттарды керек кезде біз оны өзіміздің жаңағы в свою пользу дейді ғой, оны пайдалану үшін. Сондықтан ғылымдардың тәжірибесі бойынша научный доказательства есть, да? Ежелден айтып кеткен біздің дана адамдарымыз, біз өзіміздің түп санамызға сүйене отырып, өткен өміріміздің қателіктерін дұрыстай аламыз. Болашағымызға ықпал әсер ете аламыз. Өткен мен болашақты қалай өзгерте аламыз? Өзіміздің түп санамызбен жұмыс жасауды үйрену арқылы біз өзгерте аламыз. Оның қандай жолы бар? Оның екі жолы бар. Бірінші жолы, сіз білікті сарапшы немесе маманның көмегіне жүгінесіздер. Онымен қосылып, сіз өзіңіздің жаңағы өткен кеткен қателіктерді осознавать ету арқылы, жаңағы саналы түрде қабылдап, оларды кәдімгі программа дедік қой, программаны өзгертіп, немесе жаңартып, жаңадан жасау, ол үлкен жұмыс, көп уақыт алады. Екінші жолы, тура сол жұмысты өзіңіз жекеше жасау, самостоятельно жасау. Әрине, қай жолын таңдасаңыз, ол өз еркіңізде. Мен бүгін осы тақырыпты жаңағы қалай оңай өзіңізше қолданып көруге болатын екі техника берем, екі тәсілді берем. Ең басты құралымыз, түп санаменен жұмыс істеу құралымыз, ол біздің ішкі сеніміміз. Сезім, сенім, вера. Главный инструмент работы с подсознанием – это наша вера. Вера происходит через самовнушение. Өзімізді сендіру арқылы біз өзімізге, істеп жатқан іс-әрекетімізге, сөзімізге, ой-өрісімізге сенім қанаттаймыз, ұялаймыз. Сол сенім бізді жетелейді. Жаңағы қателіктерімізбен жұмыс жасау, болашаққа жаңағы болашағымызды өзгертуге, армандарымызды орындауға. Сенім, самовнушение, өзімізді сендіру, оны біз аффирмация техникалары, хапанапона техникалары арқылы біз оны күшейте аламыз. Және үшінші құрал, бұл жаңа әдеттерді өмірімізге енгізу. Прививать новые привычки. Жаңа әдеттерді өмірімізге енгізу деген бұл күнделікті системалық жұмыс. Бұрын жасамаған нәрселерді жасау. Күнделікті. Соны дағдыға, әдетке айналдырсақ, естеріңізде болса, жақсы әдеттер қайдан пайда болады? Жақсы сөзден, жақсы сөз жарымар істейді. Жақсы сөз не қалыптастырады? Жақсы ой қалыптастырады. Ой өріс. Жақсы ой өріс не қалыптастырады? Әдет, дағды қалыптастырады. Күнделікті істеп жатқан әдеттеріміз нені қалыптастырады? Біздің іс-әрекетімізді қалыптастырады. Ал күнделікті іс-әрекетіміз біздің немізді қалыптастырады? Мінезімізді қалыптастырады. Кейіннен мінезіміз біздің өмірімізді қалыптастырады. Салауатты өмір салтымызды қалыптастырады. Сондықтан бәрі осыдан басталады. Екі техника, түп санаменен жұмыс жасап, біздің өзіміздің қойған мақсатымызға, арманымызға оңай қол жеткізу екі техникасы. Бірінші техникасы бұл өзіміздің қорқыныш үрейлерімізбенен жұмыс жасау. Оларды
антистрахи дейді. Кері айналдырып. Өйткені адамда адам кәдімгі екі жақты болады. Бір жағында қорқыныш болса, ол қорқынышты аударса, мүмкіндіктер дейді. Желание. Одна сторона человека наполнена страхами. Если повернуть эти страхи, это превращается в желание. Желание жить, желание развиваться, желание исполнять желание менять свою жизнь в лучшую сторону. Сондықтан бұл өзіңіздің қорқыныш үрейлеріңізді, өзіңіздің жаңағы қондырғы дейді, қағидаларды, установкаларды, антиустановки, антистрахи, солармен жұмыс жасау керек. Соларды кері айналдырған кезде біз айттық қой жаңағы, мен айтып кеттім ғой, кері нәрселер түп санадағы, олар не істейді? Мысалға, позитивті банк түп санадағы, ол бізді дамуға жетелейді. Ал кері минусовой программамыз бізді блоктар не істейді? Тежейді, бізді ұстап тұрады, бізді іс-әрекеттен ұстап тұрады. Біз жаңа нәрсеге бара алмаймыз, жаңа іс-әрекеттерге бара алмаймыз. Сондықтан ең бірінші техника бұл жаңағы өзіміздің қорқыныштармен жұмыс жасап, антистрахи жасау. Адамда бірақ қорқыныш болу керек. Бұл өлімнен қорқыныш. Өйткені бұл инстинктпен байланысты, самосохранение, да? Ол болмаса, біз адам жаңағы бейсана түрде не істейді? Жардан құлай салады, өзін жаңағы под автомобиль попадет. То есть, егер адам мысалға өмірін жоғалтам деген қорқыныш болмаса, адам өліп кетеді, дұрыс па? Осы бірақ қана қорқыныш болу керек. Страх. Қалған қорқыныштар, олар фантомды дейді. Біздің воображение дейді. Страхи – это фантомные страхи, это плод нашего, так скажем, нездорового воображения. Екінші, жаңа бірінші техниканы айтып жатырмын. Бірінші техника жаңағы 4 сатыдан тұрады. Біріншісі қорқыныштармен жұмыс жасау, оларды өзімізге айналдыру, өзіміздің арманымызға айналдыру. Екінші, біздің қағидаларменен, қондырғыларменен, біздің установкалармен жұмыс жасау. Ол установка не? Установки убеждения. Ол ата тегімізден келе жатқан кері әсер беретін негативті установкалармен жұмыс жасау. Үшінші, визуализация. Визуализация деген не? Сіз өзіңіздің арманыңызды, кәдімгі көзіңізді жұмып, ұмытып кеткенім, түп санаменен біз медитативті жағдайда жұмыс жасаймыз. В медитативном состоянии только мы можем работать с нашим подсознанием. И слышать его через свою интуицию. Жаңағы үшінші визуализация. Сіз көзіңізді жұмып, арманыңызды елестетесіз. Оған менде көптеген техникалар бар. Егер оны менен жақынырақ танысам десеңіз, менің жекеме жазыңыздар. Өйткені айтып жатырмын ғой, бір эфирде бұның бәрін қамту мүмкін емес, бірақ мен тырысып жатырмын. Көзіңізді жұмып визуализация жасайсыз арманыңызды, оған қалай жүріп жатырсыз, оған қалай қол жеткізесіз, соны сіз елестетіп, кәдімгі болғандай болып, өзіңізге сенімді ұялатасыз, өзіңізді сендіресіз. Түп сана сондай ақпаратты ғана қабылдайды. Түп сана ол миымыз болғаннан кейін, ол біздің кез келген нәрсемізді команда сияқты қабылдайды. Бірақ біз солай ойлауға өзімізді не істеуіміз керекпіз? Приучать етуіміз керекпіз, дағдыға айналдыруымыз керекпіз. Төртіншісі, іс-әрекет. Қорқынышпенен күрескеннен кейін, антиустановка жасағаннан кейін, негативті позитивке айналдырғаннан кейін, визуализация жасағаннан кейін арманымызға не істейміз? Енді оны конкретные шаги нужно делать, конкретные действия прилагать. Нақты жобаменен, нақты іс-әрекетсіз ешқандай арманымызға біз қол жеткізе алмаймыз. Егер келсеңіздер, қосу жазыңыз, 10 жазыңыз, восклицательный знак қойыңыздар. Екінші техника бұл сіз өзіңіздің 5 немесе 10 арманыңызды жазасыз. Пишите 10 своих желаний. Олардың да құпиясы бар, сыры бар, формулировкасы бар, дұрыс па? Оны да қандай қалай десеңіздер, маған жаңағы жекеме жазсаңыздар, мен консультация арқылы сіздерге көмектесе аламын. Жаңағы осы эфирларды жүргізетін де мақсатым, менің керемет трансформациялық курстарыма келіңіздер, өмірлеріңізді өзгертіңіздер. Менің курстарымда сіздер жаңағы қалай мақсат қоя білу, қалай арманды қоя білу, қалай жаңа әдеттерді өміріңізге енгізу, қалай ой өрісіңізді өзгерту, қалай позитивті
ойлап позитивті жаңағы мотивация, өзіңізді жаңағы арманға жетелеу, осының бәріне мен сіздерді үйретемін, мен сіздердің проводниктеріңіз боламын. Мен көптеген техникаларды қолданамын. Мен өзімнің курстарымда психологиялық техникалар, методикаларды пайдаланғаннан бөлек мен әкемнің авторлық арт-терапия әдістемесін қолданамын. Ол жаңағы біздің рухани жанымызды дамытуға көмектеседі. Өйткені біздің түп санамыздың мен трансформациялық курстарымды жүргіземін. Менің жекеме инстаграмда телефоным бар, ватсабыма жазыңыздар, программаның бәрін толық ақпаратты беремін, жақсы ма? Қазір енді түп сананың жаңағы позитивті программасы тағы да біздің рухани жанымызбенен байланыста тұр. Духовное развитие связано с нашим подсознанием. Поэтому мы только через развитие нашего духовного сознания, нашей духовной части, мы можем легко соприкасаться с нашим подсознанием. Біздің рухани жанымызды жаңғыртып, дамытқан сайын біз түп санамызбенен жақын тығыз байланысқа түсеміз. Түп санамызбен жұмыс жасау екінші техникасы. 10 арманменен немесе 5 арманменен жұмыс жасайсыз. Жазасыз, формулировканы мен көмектесем сіздерге. Екінші, визуализация жасайсыз. Әрбір арманға көзіңізді жұмып медитация состояниясында сіз арманды елестетесіз. Әрбір жаңағы сантиметріне дейін. Ол арман неден тұрады, қалай болады, қай уақытта орындалады, кім көмектеседі, қандай құралдар көмектеседі, жағы бәрін егжей-тегжейлі сіз оны өзіңізге визуализация жасайсыз. Визуализация жасағаннан кейін оны не істейміз? Оны қалыптастырамыз, жаңағы якорь дейміз. Оны екарет етеміз біз аффирмациялармен, жақсы сөзбенен. Я достойна самого лучшего. Мысалға, мен тек жақсыға өзімді достойнымын, да? Менің армандарым оңай орындалады. Менің айтқандарым бәрі керемет орындалады. Мен не айтам, сол болады. Мен қалаған нәрсемді оңай қол жеткізе аламын. Сол сияқты тағы да басқа менің YouTube каналымда да, Instagramда да менің көптеген аффирмацияларым бар. Сол аффирмацияларды іске асырамыз, жүзеге асырамыз өмірімізде. Төртіншісі, бұл нақты қадам, іс-әрекет, действие, которые приведут нас к реализации наших желаний. Конечно же, используя эти техники, вы научитесь прописывать 3 нақты қадам. Қандай нақты қадам мен жасай аламын қазір өзімнің арманым орындалу үшін? Мысалы, менің арманым денсаулықпен байланысты болады. Арманды да мен адамның ең басты 8 основные сферы дейді, негіз адамның өмірін қамтитын, сол менен байланысты қылып жаңағы армандауды үйретемін, арман жазуды үйретемін. Мысалға, арманымыз денсаулыққа байланысты. Мен денім сау, өзім қалағанымдай комфортный денеде болғанды армандаймын. Мысалы, 60 келі дейік, 3 ай мен 6 айдың аралығында. Ол үшін қандай нақты 3 қадам қазір мен жасауға дайынмын? Бірінші қадам, мен ПП-ға отырамын, дұрыс тамақтануға, правильный питанияға отырамын. Екінші қадам, мен спортзалға жазыламын. Үшінші қадам, мен денсаулығыма байланысты, жаңағы арықтауыма байланысты аффирмацияларды күніге өміріме енгізем. Міне осындай 3 қадамды мен қазір жасауға дайынмын. Бұл немен байланысты тұр? Бұл деген біз түп санамызға команда береміз. Түп санамыз біздің айттық қой басында, ғаламменен байланысты тұр. Наше подсознание связано со Вселенной. То есть мы, задавая команду, түп санамызға команда береміз. Мен осындай арманды, осындай іс-әрекет жасаймын, осыған осылай қол жеткіземін. Түп сана ғаламға не береді? Энергия береді. Мынау менің егем, мой хозяин, готов, он заявляет, он декламирует, ол жариялап жатыр осындай армандыға қол жеткізуге. Ғалам энергия береді сол арманға қол жеткізуге. Осындай қарапайым техникаларды пайдаланып, түп санаңызбенен қарым-қатынасты жақсартып, сіз өзіңіздің өткендегі жасаған қателіктерді өзгерте аласыз. Переписывать сценарий дейді. Және болашағыңызды жарқын, керемет өзгерістерге тәнті етуге әбден мүмкіндігің
кереметтеріңіз бар. Естеріңізде сақтаңыздар, ғалам шексіз, вселенная безгранична, ғалам жомарт, ғалам махаббатқа, молшылыққа толы, вселенная полна любви, изобилия. Ғалам қоршаған айнала, ол біздің жанымыздың, ниетіміздің, ойымыздың, іс-әрекетіміздің айнасы. Сондықтан сіз өзіңіз не ексеңіз, нені шақсаңыз, шашсаңыз нені әлемге, әлем, ғалам сізге соны қайтарады. Сондықтан түп санаменен жұмыс жасау бұл керемет нәрсе. Жұмыс жасап үйренгеннен кейін сіз армандарыңызды былай орындайтын боласыздар. Егер эфир ұнаса, каналда, YouTube каналымда, Инстаграмда комментарий жазып, лайк басыңыздар, таратыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар, мархабат. Не түсінікті, не түсініксіз. Осымен менің қысқаша ақпаратым аяқталды. Мен ойлаймын, сіздерге пайдалы болды, түсінікті болды. Түп сана деген не екен, оны менен қалай жұмыс жасау керек екен, Сұрақтарыңыз болса, мен бір 5-10 минуттай сұраққа жауап бере аламын. Жаңағы курс жөнінде сұрады. Курс жөнінде менде 2 курсым бар, бір марафоным бар. Әйел тәнінде болып қандай бақытқа кенелу, жаңағы инстаграмда, актуальныйда отзывтарымның, пікірлерімнің бәрі бар. Бағашар, рахмет үлкен. Керемет дейді, рахмет. Енді мен осылай айтқым келгені дағы, бұл тақырыптарды мен қозғатып жатырмын. Жаңағы мен сторисімді жаздым. Қандай тақырыптарға менің тікелей эфирге шыққанымды қалайсыздар? Бірінші тақырып жаңағы денежный магнит. Мен оны орысша жүргіздім. Екінші тақырып жаңағы оқырмандарымның сұраулары бойынша осы түп санаменен қалай жұмыс жасау? Түп сана деген не? Оны қалай қолдануға болады? Осы жаңағы тыңдармандарымның, оқырмандарымның сұранысы бойынша мен осылай тікелей эфирге шығып жатырмын. Сондықтан басқа да қызықты тақырыптарға, өйткені мен өзі как-то нерационально, совершенно по-своему подхожу к раскрытию любой темы. Қандай да бір тақырыпты қозғатып, мені прямой эфирлерге шықсын десеңіздер, директке тақырыптарды жазыңыздар. Мен оны кім айтқанын, ол конфиденциально дейді. Сондықтан жазыңыздар. Мен осылай бір эфир орысша, бір эфир қазақша, осылай кезек-мезек шығып тұрамын. Енді курстарым жөнінде толық айтып кетейін тағы. 3 бағытта тренинг курстарым бар. Біреусі жаңағы әкемнің әдістемесі, арт-терапия әдістемесін меңгеру үшін сурет салғанды интерпретация жасап, өйткені суреттер сөйлейді. Арт-терапия деген бұл жаңағы біздің осы түп санамызбенен жұмыс жасап, жанымызбенен жұмыс жасау арқылы, сурет салу арқылы түп санадағы ақпараттарды негативтан позитивке кері айналдырып, біз өзімізге жұмыс жасатамыз. Сурет салып, оны қалай суреттер сөйлейді кәдімгідей. Біз айта алмаған нәрсені суреттен біз оқып айтып бере аламыз. Соны үйрену бірінші курсы. Екінші курсы ең жаңағы популярный дейді ғой, трансформационный курс. Ол жаңа 2 бағытта жүреді. Бірінші бағыты ол жаңағы психологиялық тренинг. Көптеген методикаларды қолданып, өзінің методтарымды қолданып, мен сіздің өміріңізді өзгертуге көмектесемін. Өйткені өміріңізді қалай өзгертесіз? Сіз өзіңізді өзгертсеңіз, сіздің өміріңіз автоматты түрде өзгереді. Айналаңыздағы балаларыңызды, туған туысқандарыңызды өзгереді. Ол жаңағы 12 апталық тренинг, курс. Аптасына 1 рет өтеді. Оның екінші бағыты бұл жаңағы әкемнің авторлық арт-терапия әдістемесін қолдана отырып, сіз өзіңіздің рухани байлығыңызды арттырасыз, потенциалыңызды ашасыз, творчестволық, шығармашылық потенциалыңызды ашасыз, және де жаңағы жаныңыз не дейді, сол ақпаратты суретті оқу арқылы, интерпретация жасау арқылы сіз керемет өзіңіздің самопознание дейді ғой, өзіңізді тану, даму деңгейіңізді көтере аласыз, рухани байисыз, рухани жаңғырасыз, рухани дамисыз. Үшінші направлением жаңағы марафоным менің, ол жаңағы әйел тәнінде келу,
ол алланың берген сыйы нығметі. Осындай керемет марафон бар. Сондықтан қош келдіңіздер. Енді бүгінгі тақырып бойынша түп сана жайында сұрақтарыңыз жоқ болса, келесі кездескенше сіздерге уақыттарыңызды, көңілдеріңізді бөлгеніңізге мың алғыс айтамын. Осы YouTube каналымда лайк басып, репост жасаңыздар, қосылыңыздар, инстаграмымда да қосылыңыздар. Бұл тікелей эфирді мен жаңағы YouTube каналыма да жүктеймін. Көріскенше күн жақсы. Сау болыңыздар.